Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оңай әрі тез жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге тауық еті, чеснок, пекинская капуста, помидор, қияр және жұмыртқа керек болады. Осылай қолымызбен тарта отырып турап аламыз. Тауықтың төс еті де болады бұл жерде. Осылай жасайтын болсақ, ол әдемі көрінеді. Және пекинская капустаның осы жерде жаңа пышақпен бөліп аламыз, керек жерін видеода көрсетілгендей. Және оны қолымызбен үзіп осылай саламыз. Енді қиярымызды да, помидор, жұмыртқаны да осы видеода көрсетілгендей турап аламыз. Енді бір тісше чеснок қосамыз. Одан кейін майонезімізді қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сонымен дайын болады салатымыз, оңай жасалынады. Сонымен қатар бұл салат өте дәмді болып келеді. Жасап көріңіздер, ұнаса маған лайк баса кетіңіздер. Рахмет.